Саламатсыздар ма балалар? Балалар, қазір бізде математика сабағы. Математика сабағына қош келдіңдер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын біраз кішкене ойымызды жинақтап, мына есептерден қатар көрейік. Мен тым жылдам ойланып, кешіп қалған сандарды табады екен. Әне, олай болса, жылдамырақ, іске сәт ойланып, түсіп қалған сандарды таба қояйық. Жарайсыңдар балалар, менің ойымша сендер барлығыңды дұрыс орналастырдыңдар деген ойдамын. Тамаша. Балалар, бүгін біз сіздермен уақыт, сағат, минут тақырыбымен танысамыз. Әрине біз осы уақытқа дейін уақыт, сағат, минут дегенмен танысқан болатынбыз, сол емес пе? Жарайсыңдар балалар. Бүгін біз сіздермен бір сағатта қанша минут барын білетін боламыз. Балалар, суретке назар аударып қараңыздаршы. Суретте не көріп тұрмыз? Әрине, сағат және сағаттың тілдері. Солай емес пе? Сағаттық тіл және минут. Балалар, мына бір суретке жақсылап тұрып назар аударып қарайық. Сағатта, цифрлықта нені деп байқадыңдар? Әрине, цифрларды байқадық. Солай емес пе? Сонымен қоса, мынандай үлкен стрелкасы бар және кішкентай стрелкасы бар екі қара тілді көрдік, солай ма? Және түсі өзгеше ұзын, қысқа секундтық тіл. Сағатта балалар бұны секундтық тіл деп айтады. Үлкен қара тілді байқадыңдар ма? Қараңыздаршы. Бұны минуттық тіл деп атайды. Ал кішкентай стрелкасы, яғни тілді сағаттық тіл деп атайды. Балалар, бір сағатта 60 минут бар. Есіңізде бар ма? Жарайсыңдар. Балалар, оқулығымыздың 44-ші бетін ашайық. Әне, енді бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада сендерге неше минут өтті дейді. Алдымен алдымыздағы мына бір сағатқа жақсылап назар аударайық. Сағаттың көк тіліне назар аударайық. Көк тілі бір деген санды болып көрсетіп тұр. Ал қызыл тілі минуттық тіл. Ол қанша деген минутты көрсетіп тұр екен. Ол үшін біз әрбір минуттың уақытын санап көрелік. Яғни, егер де 2-ден бастап есептесек, 1, 2, 3, 4, 5 минут бірге дейін, сонан соң 1, 2, 3, 4, 5 минут, тағы да 5 минут. Яғни, неше минут өтті? 10 минут өтті. Өте жақсы балалар, тамаша. Ал келесі сағатқа жақсылап бір назар аударып қараңыз. Жаңа бізде қызыл тіліміз 2-де болған кезде 10 минут өтсе, ал енді әрі қарай неше минут өтті екен? Тағы да санап көрелік. 1, 2, 3, 4, 5. 3-ке дейінгі сан, яғни 5, 10, 15 минут. Енді тағы 1, 2, 3, 4, 5. Сонда қанша минут өтті екен? 20 минут. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Балалар, енді әрі қарай есепке көшелік. Оқулығымызды 45-ші бетін ашсаңдар балалар, номер 3-ші есепке назар аударайық. Алдымен есептің шартын жақсылап тұрып, түсініп оқып алайық. Әлия 6 қазақ халық ертегісімен 4 орыс ертегісін оқыды. Ол қанша
қазақ халық ертегісін артық оқыды. Есепне туралы дұрыс айтасың. Ертегілерді кім оқыды? Әлия оқыды, тамаша, жарайсыңдар. Қазақ халық ертегісі нешеу? Алты. Орыс ертегісі нешеу? Төртеу, жарайсыңдар. Ал енді бізде есеп не сұрайды? Не сұрайды? Ол қанша қазақ халық ертегісін артық оқыды дейді. Жақсылап тұрып, назар аударып, тағы да бір сұрақты жақсылап оқыңдар. Не дейді? Ол қанша қазақ халық ертегісін артық оқыды дейді. Балалар есімізге жақсылап тұрып түсіріп алайық. Артық дегенде не істейміз? Қосамыз. Тең дегенде азайтамыз. Жақсы балалар. Алайда тағы да жақсылап тұрып, есептің сұрағына жақсылап назар аударып, тыңдайық. Есімізге түсірейік. Артық дегенде керісінше азайтуымыз мүмкін. Олай болса, есептің сұрағын жақсылап тағы да бір оқып шығайық. Ол қанша қазақ халық ертегісін артық оқыды дейді. Яғни не істейміз? Азайтамыз. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Ал енді олай болса, есептің қысқаша шартын жазып, есепті шығарып алып есептің шартын қандай жазамыз? Дұрыс айтасың. Қазақ ертегісі алты. Орыс ертегісі нешеу? Дұрыс айтасың. Төртеу. Ал бізде не сұрайды? Дұрыс айтасыңдар. Қазақ халық ертегісі орыс ертегісіне қарағанда нешеу артық дейді, яғни нешеу артық оқыды. Олай болса, шешімде алты азайтылған төрт тең болады. Екі. Жарайсыңдар. Сонымен жауап қалай болды? Екі қазақ халық ертегісін артық оқыды. Тамаша. Есеп шықты ма? Жақсы. Тамаша. Ал енді балалар, есептің соңында мынандай кесте берілген екен, сызба берілген екен. Осы сызбалардың қайсысы біздің шығарған есебімізге келіп тұр? Ойланып көрелік. Жарайсыңдар. Оң жақтағы сызба дұрыс келеді екен. Мына сызбамыз дұрыс келеді екен. Тамаша. Олай болса, есепті әрі қарай шығарайық. Келесі есебі. Және жақсылап тұрып есептің шартын оқып алайық. Сырым 10 халық ертегісін оқыды. Оның төртеуі орыс, ал қалғаны қазақ халық ертегісі. Ол қанша қазақ халық ертегісін оқыды? Не туралы? Тағы да ертегілер екен. Оны кім оқыды? Әрине, Сырым оқып кеткен. Жарайсыңдар балалар. Ал енді жақсылап тұрып есептің шартын тағы да бір түсініп алыңдар. Халық ертегісі нешеу? Дұрыс айтасыңдар. 10. Оның ішінде орыс ертегі нешеу дейді? Төртеу дейді. Дұрыс айтады. Енді қазақ халық ертегісі белгілі ме? Белгісіз. Дұрыс айтасыңдар. Олай болса, бізге нені табу керек? Қазақ халық ертегісін табу керек екен. Тамаша. Олай болса, есепті қысқаша шартын жазуға кірісейік. Қысқаша шартында балалар не деп жазамыз? Дұрыс айтасыңдар. Халық ертегісі, яғни барлығы ертегілердің барлығы 10 деп жазамыз. 10 деп жазамыз. Немесе халық ертегісі 10 деп жазуға болады. Немесе барлығы ертегілердің барлығы деп жазуға болады. 10. Орыс ертегісі төртеу белгілі, қазақ ертегісі белгісіз.
жарайсыңдар балалар. Ал енді есептің шешуін қалай жазамыз? Тамаша. 10 азайтылған 4 тең болады 6. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Сонымен жауабы қалай болды? Дұрыс айтасың. 6 қазақ халық мектепте. Тамаша. Балалар. Ал енді біз тағы да бір есімізге түсіріп кетейікші. Барлығы дегенді біз қалай белгілеуші едік? Жарайсыңдар. 3 бұрыш етіп белгілеуші едік. Иә? 3 бұрыш етіп белгілеп, жанына 10 деп жазуға болушы едік. Тамаша. Жарайсыңдар. Қайда жазуға болады? Немесе халық ертегісі 10 деп жазуға болады. Немесе барлығы 10 деп жазуға болады. Жақсы. Түсінікті болды ма? Жарайсыңдар. Олай болса, әрі қарай жұмыс жасауға кірісейік. Балалар, ал енді нөмір 4-ші есепке назар аударайық. Қане, жақсылап тұрып есептің шартын оқиық. Сандарды таңдап, мәні 9-ға тең болатын мысалдар қарастырдық. Ал енді ең алдымен сол жақтағы сандарға жақсылап назар аударайық. Қане, астында бос торкөздері көрсетілген. Ортасында қосын таңбасы бар. Ал енді осы сандардың көмегімен 9 мәнға тең болатын есеп құрастыру керек. Қане, мен сендерге көмектесейін. Осы сандардың ішінен 2 санды таңдап алуымыз керек. Ол 9-ға тең болу керек. Яғни 5 қосылған 4 тең болады 9. Дұрыс па? Дұрыс. 6 қосылған 3 тең болады 9. Тағы да сандар бар ма? Мәні 9-ға тең болатын сандар бар ма? Ал енді өзің ойласын. Келесі оң жаққа назар аударайық. Ал енді оң жақтағы сандарға жақсылап назар аударып қарайық. Ол сандардың мәні 9-ға тең болу керек. Қане, астында 3 торкөз көрсетілген. Сол 3 торкөз арқылы біз мәні 9-ға тең болатын мысалдар құрастыруымыз керек. Бірінші мысал сендерге көмектесейін, қалғанын өздерің есептеп шығарасыңдар деген ойдамын. Бірінші, 5 қосылған 3 қосылған 1 тең болады қанша? Жарайсыңдар. 9. Тамаша. Ал енді қалғанын өздерің есептеп көріңдер. Сәт. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сендер барлықтарың да есепті дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Жақсы балалар. Сабақ түсінікті болды ма? Олай болса сабағымызға рефлексия жасайық. Маған бәрі түсінікті болды деген болса, күнімде күннің белгісі көтереміз. Ал келесі сабаққа күш салуым керек деген оқушы жоқ шығар деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабағымызға барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі күндеріңіз жақсы өтсін. Сау, сәлемет болыңдар балалар.